Қызылшадан не пісірсем екен, не жабуға болады деп ойланып отырсаңыз, онда арнама дәл түстіңіз. Қызылшадан қыстыгүні рахаттанып жейтін қыстық салат икра жабатын боламыз. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, Адам Яға дейін ерекше рецепттер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қызылшадан осындай керемет, өте дәмді шығатын икра жасаудың жолын көрсеткелі тұрмын. Дәл осы рецептпен сіздерде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Себебі өте дәмді шығады, әрі қызылша өте пайдалы денсаулыққа. Дәмі енді керемет, өте дәмді болып шығады. Дәмін көрген менің туыстарым, достарым, көршілерім барлығы қашанда болса осы рецептпен бөліскенімді сұрайды. Сондықтан бүгін мен сіздерге өзімнің сырымды, осы авторлық рецептімді сіздерге ұсынатын боламын. Ал енді құрметті көрермендер, видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын сіздерге бір ғана өтінішім болып тұр. Осы күнге дейін арнама тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып, қазақ тіліндегі арналардың дамуына өз үлесіңізді қосып жіберуіңізді сұраймын. Ал енді жасалу жолына, басты процесске көшейік. Бізге қызылшадан икра жасау үшін помидор, қызылша, свекла, перец, мінекей болгарский, одан кейін полугоркий перец, ащы бұрыш, кәдімгі горкий перец, сарымсақ, чеснок, зеленнен сельдерей, укроп, кинза және сәбіз керек. Осындай үлкен қазанды аламыз. Бұл видеодан кішкентай сияқты болып көрініп тұр. Негізінде 30 литрлік қазан. Енді менде квартирада болғаннан кейін біз бүгін газда жаңағыдай үлкен қазанды қойып пісіретін боламыз. Мінекей ең алдымен помидорымызды, қызылшамызды, сәбізімізді барлығын осындай мінекей ащы бұрыш, полугоркий бұрышты, одан кейін горкий перец дейді ғой, ащы бұрышты, одан кейін сарымсағымызды бәрін бөлек кәдімгідей ет тартқыштан өткізіп дайындап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай ет тартқыштан помидор, қызанақ, сәбіз, мінекей қызылша, свекла барлығын ет тартқыштан өткізіп дайындап алдық. Нақты мөлшерін төменде описанияда жаза кетемін. Яғни қажетті заттардың барлығының қанша килограмм, қанша грамм барлығын төменде описанияда қалдыра кетемін. Енді мінекей қазанымызға май құйып жатырмыз. Мінекей қатты қызып тұрған майымызға ең алдымен қызанақты салатын боламыз. Оны бірден лақ еткізіп барлығын салып жібермейміз. Біртіндеп қауіпсіздік ережесін сақтап, яғни май қатты қызып тұрғаннан кейін шашырап кетуі мүмкін. Сондықтан ең алдымен бір шөміштен саламыз, одан кейін барып 1-2 шөміштен. Енді қызанағымызды қайнағаннан кейін 15-20 минуттан кейін мінекей қызылша мен сәбізді бірден саламыз. Одан кейін тұзын саламыз, одан кейін жақсылап араластырамыз. Бетін қақпақпен жауып, өте баяу бәсеңдетілген отта жаймен қайнататын боламыз. Енді жақсылап жуылған банкамызды духовкада стерилдейтін боламыз. Бір 10-15 минутқа қойып қойсақ, жақсы стерилденіп шығады. Өте баяу бәсеңдетілген отта мінекей 1 сағаттай қызылша, сәбіз, қызанақтың қоспасын өте бәсеңдетілген отта қайнатамыз. Одан кейін үстіне қызыл бұрышты саламыз. Ет тартқыштан өткізілген қызыл болгар бұрышымен мінекей полугоркий перецті бірге салып жібердік. Енді үстіне 1 кеседей толықтай 200 граммдай қант саламыз, жақсылап араластырамыз. Одан кейін тұз қосамыз, дәмін көреміз. Тұз аздау болса, тағы да дәміне қарай жаңа тұзды қосып отырасыздар. Енді зеленнен біз сельдерей, кинза және де укроп алдық. Майдалап, өте майдалап шинковать етіп турап шығамыз. Енді қызыл бұрышымызды қосқаннан кейін 10 минуттан кейін, 5-10 минуттан кейін осы зеленді қоса берсеңіздер болады. Өйткені зеленде көкшіпте жақсылап қайнауы керек. Одан кейін жақсылап араластырамыз. Тұзы аздау болса, көреміз, тағы да кішігірім тұз салсақ болады. Көкшөпті салғаннан кейін 10-15 минуттан кейін ет тартқыштан өткізілген сарымсағымыз бен горкий перец, ащы бұрышты осылай бірге салып жібереміз. Енді тағы да 15 минуттай қайнатамыз. Сонымен свекольный икрамыз дайын болады.
мінекей банкамызда стерильденіп дайын тұр. Енді піскен осы икрамызды бөлек табаққа қазаннан аударып аламыз. Егер өйткені ошақта пісіретін болсаңыздар, сіздер банкаға құйғанша ол жабысып астыңғы жақтары күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан бірден жаңағыдай бөлек табаққа аударып аламыз. Әрі өте ыңғайлы, әрі қауіпсіздік ережесін сақтайтын боламыз. Банка жапқан кезде мен үнемі айтып отырам, осы қауіпсіздік ережесіне көңіл бөліңіздер, өйткені барлығы ыстық. Енді тағы да айта кететін бір маңызды жайт, банкаларымызды жақсылап жуамыз. Біздің соленьямыздың басқан икра болсын, приправа, кез келген соленья, маринад болсын, банканың тазалығы өте маңызды. Сондықтан банканың түбінде, ернегінде ешқандай кір қалып қалмау керек. Соны жақсылап тексеріп аламыз, одан кейін стерильдейміз. Енді осындай жан-жағынан шашырап кетпес үшін арнайы банкаға құюға арналған мінекей өте ыңғайлы сондай құралғының көмегімен біз икрамызды банкаларымызға жаңағыдай құйып шығамыз. Икраны құйған кезде, яғни барлығын тепе-тең қылып, осылай ең алдымен жартысына дейін қоюын құйып шығам. Одан кейін жақсылап араластырып қалған икраны барлығына бірдей тең қылып құйып шығам. Себебі бір банка қою, екіншісі сұйық болып қалмау керек. Соны ескерген жөн. Енді тағы да бір ескеретін маңызды ақпарат. Мен обычно соленьяны жапқан кезде осындай салат, икра міндетті түрде қатты бөлек кішкентай қазанға кішкене ғана майды қатты қыздырып алып, бір 2-3 қасық ас қасықтан құйып шығамыз. Бір 1/3 бөлігін шөміштің. Сонда банкаларымыз атылмайтын болады және ешқандай соленьямыз, салаттарымыз бұзылмайды. Енді уксусты алып, мінекей алдын ала қайнатылған крышкаларымыздың осылай қақпағының ішкі жағын сүртіп шығамыз да бірден жауып тастаймыз. Біз бүгін бұрандалы банкаларға бастық. Бұрандалы банкаға соленья жабудан қорықпаңыздар. Менде салат, икра өте ыңғайлы. Осылай бұрандалы банкаларға жауып тастаймын. Мінекей дайын болған икрамызды алдын ала жақсылап жуылған, стерильденген банкаларға барлығына біркелкі етіп құйып шықтық. Одан кейін алдын ала жуылып, қайнатылған крышкалардың ішкі жағын уксуспен, ватный дискпен жақсылап сүртіп, крышкаларын жауып, енді қазір тексеріп жатырмыз. Нақты жақсылап тұрып, жақсылап жабамыз крышкаларын. Енді дұрыс жабылған, жабылмағандығына тексереміз. Ол үшін банкамызды алып, кәдімгідей төңкеріп, одан кейін айналдырып тексеріп шығамыз. Яғни дөңгелете отырып, төңкеріп, дұрыс жабылған, жабылмағандығын бір тексеріп шығамыз. Сонымен қызылшадан бүгінгі дайындаған икрамыз дайын болды. Өте дәмді шығады. Жасалу жолы оп-оңай, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бір жақта икра дейді, бір жақта ет тартқыштан өткізілген салат дейді, кейде приправа деп жатады. Бірақ енді өте дәмді шығады. Қанша жылдан бері жауып келе жатқан тәжірибемнен тек қана осы икра туралы жақсы отзыв. Барлығы рецептін сұрайды, барлығы добавка сұрайды. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Ал енді құрметті көрермендер, бүгін мінекей дайындаған қызылшадан икрамыз дайын болды. Өте дәмді шығады, жасалу жолы оп-оңай. Бағана айтып кеткендей, бұл рецепті өзім қолданғалы 30 жылдан астам уақыт өтті. Дәмі өте керемет шығады. Енді ащылығын өздеріңіздің қалауларыңызға қарай ащы бұрышты қосасыздар. Егер қатты ащы болсын десеңіз, мынадай ащы бұрышты көбірек қосасыздар. Орташа болсын десеңіздер, азырақ қосасыздар. Енді дәмін бірге көрейік. Қазір қараңыздар. Қоюлығы дәл осындай болып шығады. Яғни қысты күні икра бұл нанға алып, жағып жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, өте дәмді. Ал енді ащылығын орташа қылып жасадым, себебі балалар нанға жағып жей берсін деп. Негіз қонақтар келген кезде де салаттың бір түрі ретінде қойсаңыздар болады. Қысты күні кез келген палау, манты болсын, кез келген ыстық тағамдарға қою осындай ұсынсаңыздар болады. Ал енді дәмін көреміз қазір. Өте дәмді. Құрметті менің көрермендерім,
Видеоның аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Егер де видео пайдалы болса, видео ұнаса, өз достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздер де осындай әртүрлі икра, приправа жасаудың жолдарын, өздеріңіздің жолдарыңызды бөлісіп отырсаңыздар болады. Және де әрбір жазған пікірлеріңіз маған шабыт береді, кәдімгідей мотивация береді. Кездескенше сау саламат болыңыздар.